Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін бізде Дубайдағы влог болады. Біз қазір Дубай қаласындамыз. Уже бізде 5-ші күн. Сіздерге влог түсірейін деп шештім. Біз мұнда отбасымызбенбіз. Қызым кішкентай 2,5 жаста, жолдасымен және көмекшімен. Біз бірнеше экскурсияларды көріп, стористерде алдында бөлістім, мүмкін көрген оқырмандарым да бар шығар. Плюс басып кеттіңіздер комментарийге. Қазір біз таңғы асқа бара жатырмыз. Таңғы астан келген соң сіздерге осы біздің отельге, номерге рум-тур жасаймын. Өте керемет отель. Және де бүгін бізде бірнеше жоспар бар, бірнеше план күтіп тұр. Солармен де бөлісемін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл отель негізі 70 этаждан тұрады. Бізде 38 этаж. Бірақ қазір біз таңғы асқа бара жатырмыз. Бұл отельде таңғы аста таңдау өте көп. Маған сонысы қатты ұнады және тағамдары да өте дәмді екен. Әсіресе маған мына жерде осындай таңғы асқа хлопьялар ұнайды. Әртүрлі жеміс-жидектерді қосып, сироптармен, осындай мустар да бар, түрлі тәтті десерттер де бар. Сонымен қатар өзім круассанды қатты жақсы көрем. Бұл жерде круассан кәдімгі балғын түрде күнде беріледі. Отельде таңғы ас таңертеңгі 7-ден осы таңғы 10:30-ға дейін беріледі. Біз осындай дәмді тағамдар алдық. Ал енді сіздерге отельдің ішімен, лобби және де номерлермен таныстырғым келеді. Бізде отель өте әдемі. Бұл отельдің аты Paramount деп аталады. Мүмкін сіздер фильмдерден Paramount Pictures деген сізді көп естіп жүрген боларсыздар. Бұл отель сондай фильмдермен, әртүрлі актерлардың суреттерімен, сондай стильде жасалған. Отельдің ішінде осындай кішкентай супермаркет де бар. Жоғарғы этажында, қателеспесем 30-ші этажда осындай бассейн де бар. Бұл бассейннен Бурдж Халифа, яғни әлемдегі ең үлкен, ұзын жаңағы ғимаратта көрінеді. Достар, бүгін сіздерге осы отельдегі номерге рум-тур жасағым келеді. Ең алдымен бізде терезеден көрінетін көріністі көрсеткім келеді. Қараңыздар, өте әдемі. Біз енді осы Дубайда 4-ші ретпіз деп жаңа айттым. Біз 3 рет болған кезде терезеден бізде теңіз көрінетін. Ал мына жерде ең ұзын ғимарат, әлемдегі ең ұзын ғимарат Бурдж Халифа көрініп тұр. Яғни Дубай қаласы өте әдемі болып көрініп тұр. Түнде вообще одан да әдемі вид болатын. Қараңыздар, осындай керемет. Ал енді біздің бөлмені таныстырайын. Терезенің дәл қасында осындай шағын диван орналасқандығы прям маған қатты ұнады. Терезе қарап, өзімнің қойын дәптерімді алып, армандарымды жазып, сөйтіп отыруға күшті сезім. Мына жерде бізде шағын мини бар, шағын кухня десе де болады. Ішінде бізде электрический чайник бар, осындай кружкалар бар. Мұнда әрдайым жаңартып тұрады, кофе, чай, сондайлар жаңартып тұрады. Астында бізде бұл холодильник астында. Мұз салатын осындай нәрселер бар. Мына біздің жатын осындай бөлмеміз өте үлкен, маған қатты ұнады. Сонымен қатар біздің отельдің аты Paramount деп айттым. Яғни фильмге қатысты сондай интерьерін сондай қылып жасаған. Мына қараңыздар, мына нәрсені біз фильм түсірген кезде пайдаланады ғой көбіне. Сондай қойып қойған. Бұл шам, қарапайым шам. Және де осындай туалетный столик бар. Боянуға, таңертең тұрып сылануға өте керемет. Астында мына жерде светі қосылады, қараңыздар, свет те жанады. Кроватта өте үлкен. Осында кішкентай шамдары бар. Мына жерде барлық нәрсе автоматты түрде. Қараңыздар, night деген түн болған кезде соны басамыз. Романтик деген бар, андай светтер ауысып тұрады да. Өзін былай жауып, ашуға болады. Маған осынысымен қатты ұнады. Барлығы автоматически. Так, мына жерде сосын үлкен айна тұр міне, бірақ бұл айна емес, бұл телевизор. Бір жағынан өшірсеңіз телевизор, айна болады, бір жағынан осындай жаңағы үлкен айна болады. Және де осындай күшті картинкалар қойып қойған.
біздің интерьерге сәйкес келетіндей. Сонымен қатар осы бөлмеден мына жуынатын бөлме көрінеді, яғни ванна көрінеді. Бұрын біз Rixos премиум отелінде болдық, тоже осындай ұқсас болатын, бірақ мынаның жуынатын бөлмесі кішкене өзгешелеу. Қазір көрсетем. Мінекей екі осындай жуынатын жері бар, үлкен айнасы бар, және де мында бөлек бөлмеде осындай чаша түріндегі ваннасы бар. Тек қана ванна емес, мына жерде жоғарыда душевая бар. Получается, мына жерде барлығы кәдімгі натуральный тастан жасалған. Маған сонысы қатты ұнады. Душеваяның барлығы осының ішінде. Қызық, өте. Мен шын айтсам, мұндайды бірінші рет көрдім. Маған қатты ұнады. Мына жерде осындай сөздер жазылып тұр. Өздеріңіз пауза қойып оқыласаңыздар бар. Бұл фильмнің жаңа отрывоктар ғой. Отрывоктар. Мұн жақта уборная бар бөлек. Біздің мына жерде креберісте осындай отыратын жері бар. Және де бізде мұнда гардеробная. Қарапайым гардеробная. Тоже жақсы. Сейф бар. Жалпы маған бұл отель өте қатты ұнады. Ең қатты ұнаған бұл әрине осындай Бурдж Халифа көрінетін бізде вид. Өте керемет. Paramount деп аталады бұл отель. Қонақ үйден шығып, кішкене жүрсе, осындай әдемі кафешкалар бар. Бұл дизайн дистрикт деп аталатын район. Осы жерде жастар көп жүреді екен, соны байқадым. Және де ас ішуге өте ыңғайлы. Сонымен қатар біздің дәл қасымызда Дубай Молл, Бурдж Халифа ғимараты бар. Біз қазір бір кафешкаға кірдік. Осы жерде кішкене жұмыс жасаймыз, сіздерге монтаж жасап, видеоларға редактор жасап. Яғни біздің жұмысымыз енді блогерлік, білесіздер. Мен өзім негізі осындай кафешкаларда әдемі жерлерде жұмыс жасаған кезде кәдімгідей шабыттанамын, түрлі идеялар келеді. Қазір қызым мен көмекшім олар бассейнде, отельде демалып жатыр, шомылып жүр. Біз мұнда жұмыс жасауға келдік. Одан соң осы жерде түскі асты ішіп, отельге қарай барамыз. Мүмкін бүгін пляжға барамыз деп ойлап тұрмыз. Кешке қарай бір әдемі ресторан бізді күтіп тұр. Біздің Дубайдағы демалысымыз керемет өтуде. Сіздерге де жұғысты болсын деп тілеймін. Лайк қойып, комментарий жазған барша жанға осылай Дубайда әдемі болып демалу жұғысты болсын. Сіздерге сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше.